Балалар, келесі өтетін біздің дыбысымыз о дыбысы және әрпі. Қайталаймыз балалар. О. Балалар, о дыбысы және әрпі бізде дауысты дыбыс, сондықтан да біз оны қызыл түспен бояймыз. Солай ма балалар? Қызыл бояумен боядым балалар, акварельмен. Қандай тамаша. Суретте бізде торттың суреті салынған. Тортты әртүрлі түстермен бояуға болады балалар. Мен сары түсті таңдадым, көк түсті таңдадым. Үстін қызыл сарымен боядым. Келесі суретте бізде орамал. Орамалды онда түрлі түспен бояуға болады. Мен тек қана жан-жақтарын боядым және ортасындағы гүлдерін боядым. Келесі сурет бізде орақ. Оны бояп тастадым. Және орамалдағы жапырақтарды бояп тастадым. Енді балалар бастырып жазасыңдар. Әріптерді жазған сайын о деп қайталап отырыңыздар балалар. О әріпі. Дауысты дыбыс. О дауысты дыбыс балалар. Енді суретке назар аударамыз. Торт балалар. О дыбысы және әріпі сөздің ортасында, басында деуге болады. Сондықтан ортасындағы домалақты боядық. Келесі орақ сөзі. О дыбысы бірінші тұр бізде және орамал. Ол жерде де о дыбысы бірінші тұр. Жарайсыңдар балалар?